أنا اسمي نور الدين ببرس. Меня зовут Нуриддин Бейбарыс. Я из столицы Сирии, Дамаска. Потомки Бейбарыса на сегодня проживают в 3 странах – Сирии, Иордании и в Египте. Нам говорили наши прадеды, что наши корни на этой земле, в Казахстане. И эта информация передается от отца к сыну. Мне очень нравится в Казахстане. Я не чувствую себя здесь чужим. Чувствую, что я здесь родился. Biz жаңа ғана Сұлтан Бейбарыстың ұрпағы Нуриддин Бейбарыспен сұхбат алыстық. Бүгін бұл кісі бізге кетердің алдында Қазақстаннан келісім берді сұхбат беруге. Бұл кісі Сұлтан Бейбарыстың Берке хан баласынан тарайды екен. Соның ұрпақтары бұл кісі айтып отыр, бізде шежіре бар деп. Шежіре орысшаға айналдырған уақытына древо жизнь дейді. Бұл кісілер оны қасиетті ағаш дейді екен. Соның бір бұтағы мұның әкесіне жазылған. Соны мен өзім көзіммен көргем дейді. Ал енді ондай жағындай шежірені бұл кісілер енді 750 жыл сақтап келе жатқан көрінеді. Менің сұрақтарыма жауап берген уақытында бұл кісінің айтқаны Дамаскының өзінде 400-500-ге тақау Сұлтан Бейбарыстың тікелей ұрпақтары тұрады екен. Ал енді мынау Сирия бойынша қанша деген енді ол кісі есебін айта алмады, бірақ көп деді. Ал енді мынау Иорданияда тұратын көрінеді ол кісінің Сұлтан Бейбарыстың ұрпақтары. Онда да 400-500-ге тақау Египетте тұрады, онда да сол шамасы бір 500, 400, 500, 600 мүмкін болуы мүмкін. Сондықтан бұл кісі айтып отыр, біз сол ұрпақтармен өзіміз қарым-қатынас жасап тұрамыз дейді, сол Дамаскінің өзінде де. Ал енді менің әкем айтатын дейді, біздің бабаларымыздың шыққан жері мынау Дешті Қыпшақ деп. Ол Қазақстан, мынау солтүстік Кавказ, солтүстік Қара теңіздің солтүстік жағы бәрі де мынау 11-ші, 12-ші, 15-ші ғасырға шейін Дешті Қыпшақ деп аталып келген. Соның бәрін мен білем дейді. Біздің әкелеріміз айтып отыратын сендердің біздің шыққан жеріміз, аталарымыздың шыққан жері примерно Қазақстанның территориясы деп дейді. Сондықтан мен міне осыдан қонаққа келгенімде мен өзімді отаныма келген сияқты сезініп отырмын дейді. Рахмет тыңдағандарыңызға. Осылай әрбір басқа жақтағы елде біздің бабаларымыздан қалған із бар екенін біліп отырыңыздар. Өйткені әсіресе Дамаск қаласында өте көп ғимараттар бар, салынған біздің бабаларымыздың салған. Олар 132 жыл күллі араб елін басқарды, крестьяносларды түгел қуып шықты, моңғолдарды жеңіп, оларға тойтарыс берді. Соның бәрі істеген біздің бабаларымыз. Сондықтан бұларға да бейбітшілік орнар, соғыс бітер, түбі мүмкін мынау енді айрап біздің қатынасымыз мүмкін кеңейіп, мүмкін Астана мен Дамаск екі ортасында әуе жолдан қарым-қатынас болар. Сол кезде біздің жастар әрине бабаларымыздың басына барып дұға жасайды. Сұлтан Бейбарыс мен Әл-Фарабиға. Үлкен комплекс онда музей болады. Сондықтан рахмет бәріңізге.